Қазақ халқы ет жеп болып, сорпасын ішпей ас қайырмайтын болған. Қай заманда да асты жоғары бағалаған. Қазақ халқының сорпаның емдік қасиеттері жайлы білімі бұрыннан болған. Әсіресе босанған әйелдің күш қуатын қалпына келтіріп, ана сүтін молайтуға көмектеседі деп келінге сойылған қойдың сорпасын беріп отырған. Дегенмен көбі сорпаны диеталық тағам деп санайды. Жалпы сұйық тағамның адам ағзасына пайдалы екенін және оны ағза үшін қорытылуы жеңіл екені жиі айтылып жатады. Бірақ оның емдік қасиеттері де мол екенін айта кету керек. Сорпаның басты емдік қасиеті оның ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етуінде. Бірінші кезекте сиыр, қой етінен жасалған сорпаның құрамына тоқталатын болсақ, оның ағза үшін пайдасы мол. Сиыр етіндегі элементтер мен дәрумендер ас қорыту жүйесі қызметін жақсартады. Мысалы, ол темір жетіспеушілігі анемиясымен күресуге көмектеседі. Бұл дегеніміз сиыр немесе қой еті сорпасының тәбеттің төмендеуіне, әлсізденіп тез шаршап қалуға жол бермейтінін білдіреді. Сорпаның жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға күш қуатын қалпына келтіруде көмегі зор. Бұдан бөлек, сиыр немесе қой етінен жасалған сорпаның кішкентай баланың ағзасына ауыр болмайды. Керісінше денсаулығына жақсы әсер етеді. Құрамы жеңіл сорпалар тамақтан уланған жағдайларда немесе тамақты тым көп жеп қойған жағдайларда жақсы көмектеседі. Әсіресе сиыр етінен жасалған сорпаның құрамындағы метионин мен амин қышқылы ағзадағы зиянды өнімдердің шығуын реттейді. Осындай таза қолдың сорпасы 20-40 минутта қорытылып кетеді. Салыстырып қарар болсақ, жеміс-жидек шырынының бір стаканы 30 минутта, ал алма шырыны 40 минутта ғана қорытылады. Сүйек сорпасы үлкенге де кішіге де өте пайдалы. Сүйек сорпасы нағыз дәрумендер, амин қышқылдары, коллагені бар табиғи өнім. Ал сүйектің өзі табиғи коллаген көзі. Әсіресе сұлулық пен саулығын күтіп жүргендер үшін таптырмас көмекші. Сорпаның құрамында кальций, магний, фосфор, яғни адамға қажетті дәрумендердің барлығы қамтылған. Сүйек сорпасы шаштың, тырнақтың саулығына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар, асқазан ішек жолдарын қалпына келтіріп, ішек ауруларының алдын алады. Буын, аллергия, қаназдық, өт жолы ауруларына да ем. Сорпаның қайнау ұзақтығы 8 немесе 22-24 сағат. Баяу отта ұзақ қайнату керек. Сонда ғана сүйектің бойындағы керекті элементтер сыртқа шығады. Таңдаған сүйек ірі қара малдың жілігі болса, оны жуып қазанға саласыз. Алдымен қатты отта көбігі шыққанша қайнатасыз. Содан кейін көбігін алып, тағы жарты сағат қайнатып, суын ауыстырасыз. Сөйтіп екінші рет қазанға су толтырып, қатты қайнатып аласыз да, сосын баяу отқа қоясыз. Сорпаға алма сірке суын немесе лимон суын қосуға болады. Егер шамамен 10 литр сорпа қайнатсаңыз, онда 1 лимонды сығып қосасыз. Лимон болмаса, алма сірке суын қосуға болады. Яғни 1 литр сорпаға 1 шай қасық алма сірке суын немесе 1 ас қасық лимон шырынын қосасыз. Бұлар сүйектегі минералдарды сорпаға шығаруға көмектеседі. Сорпаға дәміне қарай тұз қосып, дайын болған кезде аскөк, сәбіз жуа қосуға болады. Картоп қосуға болмайды.